Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. 7 айдан бері Украинаға шабуылдап жатқан Ресей президенті Владимир Путин 21 қыркүйекте ішінара мобилизация жүргізу жөнінде жарлыққа қол қойды. Құжатта Ресей Федерациясының азаматтарын қарулы күштерге әскери қызмет үшін жұмылдыруды іске асыру, жұмылдыру бойынша әскери қызметке шақырылғандар әскери қызметшілер мәртебесіне ие делінген. Ресей қарулы күштері бас штабының өкілі контр-адмирал Владимир Цемлянский мобилизация аясында алдымен атқыштар, танкистер, артиллеристер, механик жүргізушілер шақырылатынын айтты. Негізгі фактор әскери тәжірибесі болуы қажет. Атап өтерлігі, Путин жарлығынан бір күн бұрын мемлекеттік дума депутаттары қылмыстық кодекстеріне өзгерту енгізді. Оған сай мобилизация, әскери жағдай кезіндегі ережелер қатаңдатылды. Мәселен, 332 бап жарлықты орындамау. Енді әскери қызметшілер жарлықты орындамау үшін ғана емес, әскери қимылға қатысудан бас тартқаны үшін де түрмеге қамалады. Жаза 3 жылдан 10 жылға дейін. Жарлық жарияланғаннан кейін көрші елде қарбалас басталды. Бірі ұлын, бірі әкесін, енді бірі күйеуін майданға аттандырғысы жоқ. Ресейдің кей қалаларында наразылық шаралары да өтті. Бұйрық шыға сала ресейліктер жаппай елден кете бастады. Әсіресе Стамбул, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент қалаларына әуе билеттері 2-ақ сағатта сатылып кеткен. Бағасы да көкке ұшты. Мысалы, Мәскеуден 3-ші мемлекет арқылы Алматыға жету үшін ұшақ билетінің бағасы 8 миллион теңгеге дейін барған. Шекарадағы өткізу бекеттерінде де ұзын сонар кезек қалыптасты. После новости о том, что открыли оформление для пешего типа граждан, так скажем, паспортный контроль можно проходить пешком, без автомобиля, без велосипеда, без какого-то транспортного средства. Резко образовалась в течение 5 минут колоссальная пробка уже из людей. По той стороне выезжают автотранспортные средства, в том числе грузовые. Сарафанное радио работает очень быстро, и люди бегут занимать очередь для того, чтобы пройти границу без автомобиля, без велосипеда, без самоката. Тем самым осложняют выезд автомобилей, которые из Грузии заезжают в Россию. В обе стороны просто колоссальная пробка. Нейтральная зона стоит уже больше 9 часов. Машины двигаются со скоростью 1 метр 1 час. Қорғаныс министрі Сергей Шойгу ішінара мобилизация кезінде 300 мың адам шақырылатынын мәлімдеді. Оның сөзінше, Ресейдің мобилизациялық ресурсы 25 миллион адам. Бұл жолы соның тек 1% ғана шақырылады. Ал Дмитрий Журавлев, аймақтық мәселелер институтының бас директоры, былайша пайымдады. Қазір 300 мың адам, кейін тағы да 300 мың адам шақырылуы мүмкін. Бұл да жеткіліксіз. Толық мобилизацияда жариялануы ғажап емес. Бірақ бұл жақын арада болмайды деп ойлаймын. Оны тек уақыт көрсетеді. Ең алдымен 35 жасқа дейінгі сарбаздар, старшиналар және прапорщиктер, 45 жасқа дейінгі кіші офицерлер жұмылдырылуы мүмкін. Бұрын армияда болғандар және әскери мамандықтар бар адамдар да бұл тізімге енеді. 2 азаматтығы бар немесе Ресей азаматтығын алған Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстаннан шыққандар да мобилизациялауға жатады. Егер бас тартса, өзі және отбасы азаматтықтан айырылады. Қолына әскерге шақыруды алып тұр бас тартқан ресейліктер 10 жылға дейін түрмеге қамалады. Қазір соғыстан бас сауғалап елден кетіп жатқандардың қарасы қалың. Тізімге жатпайтындар да тәуекелге барғысы келмейді, өйткені үміттен күдік басым. Ал ел билігі шекараны жабу мәселесін талқылап жатыр. Осыған орай 24 қыркүйекте Ресей қалаларында мобилизацияға қарсы акциялар өтіп, 700-ден астам адам ұсталды. Жартысынан көбі Мәскеу мен Петербургте ұсталған. Акция өткізуге Весна қозғалысы шақырған. Наразылықтың нақты қайда өтетіні дәл сол күні ғана айтылды. Мәскеуде 300-ден астам, Петербургте 100-ден астам адам ұсталған.
Полиция жұрты акция басталмай жатып әкете бастаған. Мәскеуде ұстаулар Чистый пруд аумағында болды. Ұсталғандар арасында көзі дұрыс көрмейтін кәмелетке толмаған жасөспірім де болған. Ал Петербургте полиция жұртты Садовая көшесінде ұстады. Арнайы жасақ резеңке таяқ, электрошокер қолданған. Куәгерлердің айтуынша бұл жолы 21 қыркүйек күнгі акцияға қарағанда азырақ адам келген. Весна ұйымының наразылық акциялары сенбі күні Ресейдің өзге қалаларында да өткен. Новосибирскіде 70 шақты адам ұсталған. Наразылық акцияларына билік рұқсат бермеген. Ресей билігі 2020 жылдың наурызынан бері коронавирус індетін желеу етіп, митингілердің барлығына тыйым салып келеді. Осы оқиғадан кейінгі жалпы жағдай қандай болмақ? Қаншама ресейліктер Қазақстанға келіп жатыр? Қазақстандағы жағдай қандай болмақ? Осы туралы өз ойларыңызды видео астында бөлсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Шындық каналы. Кантимушка, смотри, это Кавалеровский военкомат. Тут менты. Подожди, я не тебя снимаю. Почему не меня? Ну подожди, я снимаю военкомат. А меня как снимать? Вот он я, блядь, на передовую едем. Вот он А чё. вот он я. Ну, вот мы в таком состоянии все едем. Все в таком состоянии, ребята едут.